Сәлеметсіңдер ме балалар, математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабаққа кітап дәптерлеріңді дайындаңдар. Мұғалімдеріңмен бірге барлығымыз сабақты бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мүшелері арасындағы байланыс бойынша есептеу. Келесі суретке назар аударыңдар. Біз қолымызды ластанып кірлесе жууымыз керек. Қолымызды жуу үшін бізге не керек балалар? Әрине, сабын керек. Онда барлығымыз сабынның бағасына байланысты есеп шығарайық. Мен сендерге есептің сөзін оқып берейін. Бір сабынның бағасы 2000 төгірік. Бір 2-3 сабын алса, әр қайсысына барлығы қанша төгірік төлейді? Үлгімен көрсетейін. Алдымен бір сабын алды. Одан соң 2 сабын алды. Тағы 3 сабын алған. Алдымен бір сабын алғанда 2000 төгірік төлеген. Онда 2 сабын алғанда неше төгірік төлейді? 4000 төгірік төледі. Үш сабын алғанда 6000 төгірік төлеген. Жазбаны пайдаланып, кестені толықтырып жазайық. Бір сабынның бағасы қанша еді балалар? 2000 төгірік. Әр қайсысы алдымен бір сабын алды. Одан соң 2 сабын, тағы 3 сабын алған. Барлық сабынның бағасын табу үшін 2000-ды 1-мен көбейтсек, 2000 шығады. 2000-ды 2-мен көбейтейік. 2-2 4 деп 4000 төгірік шығады. 2000-ды 3-пен көбейтейік. 2-3 6, 6000 төгірік шығады. Енді біз заттың санына байланысты жалпы бағаның қалай өзгерген кесіндіге белгілейік. Алдымен бір сабын алғанда 2000 төгірік төлеген. Онда 2 сабын алғанда неше төгірік төледі? 4000 төгірік төледі. Ал 3 сабын алғанда 6000 төгірік төлеген. Онда заттың саны артқанда барлық баға қалай өзгерген екен? Жалпы бағада артып отырған. Әр қайсысының бағасы тұрақты 2000, 2000, 2000. Заттың саны 1, 2, 3 болып артқан. Олай болса, барлық баға сабынның санына байланысты 2000, 4000, 6000 деп артқан. Бұл есепке ұқсас тағы бір мысал шығарайық. Тақтаға назар аударып, сөзді есепті оқиық. Бала 2500 төгірік, 2000 төгірік, 1500 төгірік тұратын қаламның әр қайсысынан 3 алған. Әр қайсысына қанша төгірік төлеген? Үлгімен көрсетейін. Сендер дәптерлеріңе үлгіні сызыңдар.
Үлгі ретінде дәптердің тор көздеріне сәйкестіріп алдым. Сендер де осылай сызып алсаңдар болады. Мынау 2500 төгірік. төгіріктің қаламынан да үшеу алған. Бұл 2000 төгіріктің қаламы деп ойлайық. Тағы 1500 төгіріктің қаламынан да үшеу алған. Бұл 1500 төгіріктің қаламы деп ойлайық. Онда барлық 2500 төгіріктің қаламынан 3 қалам алғанда барлығы қанша төгірік төлегенін есептейік. 2500-ді 3-пен көбейтейік. Санды 0-мен көбейткенде 0 шығатындықтан 3-ті 5-тің астына жазып шығарайық. 3 5-ім 15, 2 3-ім 6, ойдағы санмен 7, 7500 төгірік. 2000-ді 3-пен көбейтсек, 6000 төгірік шығады. 1500-ді 3-пен көбейтейік. 3 5-ім 15, 3 1-ім 3, ойдағы 1-мен 4, 4500 төгірік. Енді қарайық. 2500-дікінен үшеу, 2000-дікінен үшеу, 1500-дікінен үшеу алған. Әрқайсының бағасы әр түрлі екен, ал саны бірдей. Саны тұрақты кезде жалпы бағаның өзгеруі әрқайсының бағасына тікелей байланысты. Әрқайсының бағасы 2500, 2000, 1500 деп азайған. Ал жалпы бағасы 7500, 6000, 4500 деп азаяды. Бүгінгі үйренген сабағымызды пайдаланып басқа да есеп шығарып көрейік. Экранға назар аударып, сөзді есептің сөзін оқиық. Тік төртбұрыштың ұзындығы 8 см, ені 2 см болса, ауданын табыңдар. Тік төртбұрыштың ауданын қалай табушы едік? Ұзындығы мен енін көбейтіп табамыз. Келесі суретке назар аударыңдар, балалар. Ұзындығы өзгермеген 8 см, ені 3 см және 4 см деп артыпты. Енді ауданын тауып, ауданының пішіні қалай өзгергеніне қорытынды жасайық. Барлығымыз шығарған есебімізді тексеріп көрейік. Ұзындығы 1,8 см. Ені 2, 3, 4 см дегендей артыпты. Ал ауданы 16 см квадрат, 24 см квадрат, 32 см квадрат болып артқан екен. Бұл бейненің еніне байланысты ауданының мөлшері артыпты. Тағы бір есеп шығарайық. 3 машина бір жерден сағатына 40 км, 50 км, 60 км жылдамдықпен шығып, 5 сағат жүрген. Әр машина қанша километр жол жүрген? Енді бұл есепті шығару үшін сызбаны пайдаланып есептейік. Қозғалыс есебін шығару үшін жылдамдық, уақыт, жол осы үшеуін керектеніп шығарамыз.
Алғашқы машинаның жылдамдығы сағатына 40 км. Келесі машинаның жылдамдығы сағатына 50 км. Үшінші машинаның жылдамдығы сағатына 60 км болған. Барлығының уақыты бірдей 5 сағат жүрген. Жолды қалай табамыз, балалар? Жылдамдықты уақытқа көбейтіп есептейміз. 40 километрді 5 пен көбейтейік. 200 километр. 50 километрді 5 сағат жүргендіктен 5-ке көбейтейік. 250 километр. 60 километрді 5 сағат жүргендіктен 5-ке көбейтсек 300 километр. Мұнда 200 километр, 250 километр, 300 километр жүрген. Балалар, кестеге қарайық. Уақыты бірдей 5 сағат. Жолы 200 километр, 250 километр, 300 километр болса, қалай өзгерген екен? Артқан екен. Неліктен артқан? Неге байланысты артты? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар. Жылдамдыққа байланысты екен. 40 километр, 50 километр, 60 километр деп жылдамдығы қосылғандықтан артқан екен. Келесі есепті шығарайық. 1 килограмм қағаздың қалдығын 200 төгірікпен алады. 4-тің А сыныбы 30 килограмм, 4-тің Б сыныбы 32 килограмм, 4-тің В сыныбы 35 килограмм қағаздың қалдығын жинап өткерген. Әр сынып қанша төгіріктен алған? Оны шығару үшін 1 килограмм қағаз қалдығының бағасы 200 төгірік. Қағаздың салмағы 30, 32, 35 деп артқан. Барлық бағасы қанша болған екен, балалар? Дұрыс, 6000, 6400, 7000 деп артқан. Біз қалдық қағазды қайтадан өңдеп пайдалануымызға болады екен. Экранға назар аударайық, келесі есепті шығарайық. Көбейткіш пен көбейтіндінің арасындағы байланысқа зер салыңдар. Көбейткіш 13, 14, 15. Екінші көбейткіш тұрақты 10, 10, 10. Көбейтіндінің мәнін қалай табады екенбіз, балалар? 13-ті 10 мен көбейтеміз. 13-ті 10 мен көбейтеміз, 130. 14-ті 10 мен көбейтсек, 140. 15-ті 10 мен көбейтсек, 150. Көбейткіш 13, 14, 15 деп артқанда, көбейтіндінің мәні 130, 140, 150 деп артады. Бірінші көбейткіш 25, 25, 25 тұрақты. Екінші көбейткіш 1, 10, 100 деп қайтыпты. Артқан екен. Олай болса, көбейтіндінің мәні қалай өзгерген екен, балалар? Екінші көбейткішке байланысты көбейтіндінің мәні артқан. 25, 250, 2500 деп артқан. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, көбейткіш артқанда көбейтіндінің мәні де артатындықтан көбейткіш пен көбейтіндінің мәні бір-біріне тура байланысты болып келеді. Үйге оқулықтың 44-ші бетіндегі 244-246 жаттығуды орындаңдар. Сабаққа белсенді қатысқандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.